Ғани Мұратбаев атындағы орта мектептің 7 сынып оқушысы Маратқызы Жанерке. Қаһар атты қаһарым. Қаһар атты қаһарың қорқып жар Қожа Ахмет. Рахман аты рахымың сетін қылар Қожа Ахмет. Күнәм көп ұлайым, кешіргесін Құдайым. Кім бар құлдар ішінде дертін туар Қожа Ахмет. Мұнафақтар Аллаңы күнә қылмас қалады. Жүзін жаспен жуады, өртін қуар Қожа Ахмет. Тарих хатты білмедім, хақиқатқа көнбедім. Бір бұйрығын ілмедім, дертің болар Қожа Ахмет. Ақыр заман болғандыр, залым төрге қонғандыр. Қарап шүбәт оғандыр, татқан захар Қожа Ахмет. Қас шерменде шын құлмын, ғашық жолды ол болмын. Арыстан бап бір қылдым, бақтан болар Қожа Ахмет. Құл Қожа Ахмет тағат қыл, жыламақты әдет қыл. Бәле келсе сабақ біл, хақтан болар Қожа Ахмет. Аши момын көзінді сахар мезгіл болғанда, құтқар оттан өзінді сахар мезгіл болғанда. Сахарларда Башагүл мадақтайды Құдайды, айтып бұлбұл аңсағын махаббаттан жылайды. Зікір қылсаң еңісте сахар мезгіл болғанда, түсер көктен періште сахар мезгіл болғанда. Жазықтан нұр ақасын сахар мезгіл болғанда, ашақ жәннат қақпасын сахар мезгіл болғанда. Ояу құлдар кек қыспай сахар мезгіл болғанда, өлетінін еске ұстай сахар мезгіл болғанда. Сахар жылын жағында ғашық құлдар оғады, қорқыныштан көкке шықпай сахар мезгіл болғанда. Көрер олар Құданы сахар мезгіл болғанда, кеудеңе нұр толғанда, жүрегіңді қолғалда. Сахар мезгіл қостағат, болар рахат һәм жәннат, тәңірге қылсаң ғибадат сахар мезгіл болғанда. Уа жаратқан, қақ есігіңді ашыластан, мен бір жемтік жеду нәпсім ашарстан. Күнәм шексіз бақытсыздық батпағынан шығара көрмей бейбақта қасарысқан. Дүние нәпсі соны іздеген соры қалың, иттей болдым жолыма, сүйектісі жолыма кім. Қара басы хақ жолына мен адастым, қайда барым, ей достарым, не қыламын. Нәпсі шайтан жүргізеді жарылқмаған, бір пенде жоқ соған құл боп шалдықпаған. Пендең сорлы танымаған оң мен солды, уа дариға қасіреттен қаңып барам. Десе сенбе, менен де өткен болды әлемет, қылығымен салып біттім елге дәлек. Жүзім қара, басып өткен ізім қара, қайт түрінен көрінемін мен қара бет. Әзіз жаның жақсылығын танымадым, қайтып онда жан сырына бағынамын. Бас ұрмады дәргейіне масыл залым, я Раббым, енді міне зары қалың. Күнә ауыр, не бетім бар досқа қарар, сансыз тәубе, жеңіл етпес масқара бар. Құл Қожа Ахмет жылап келді алпанаңа, назарың сал, жерім бар ма басқа барар. Әбу Бәкір Сыдық қақында. Көрген бойдақ иланған Әбу Бәкір Сыдық қой, ұстын болып қиылған Әбу Бәкір Сыдық қой, мұңдасқанда зарлаған, құлдыққа бел байлаған, іші бауырын қарнаған Әбу Бәкір Сыдық қой. Бір сөзінен қайтпаған, сырын әркез сақтаған, ғапыл болып жатпаған Әбу Бәкір Сыдық қой. Сүйгендерді тапқылған, қызын қолдан тапсырған, қол қусырып тұрған Әбу Бәкір Сыдық қой. Жеткен айтқан сөзіне, түскен рухтың тезіне, сенген расул сөзіне Әбу Бәкір Сыдық қой. Мұхаммедке қайната қылған емес еш қата, ерте тұрған кеш жата Әбу Бәкір Сыдық қой. Құл Қожа Ахмет тұлғасын, үңгірдегі жолдасын, ғарып тіке олы асыл Әбу Бәкір Сыдық қой. Омар қақында. Екінші досы Расулдың әділетті Омардыр, мүмкін жары асылдың әділетті Омардыр. Біләлге азан айттырған, шариғатты хат қылған, дін шырағын жақтырған әділетті Омардыр. Қаба есігін ашырған, баша пұтты лақтырған, Расул көңілін қош қылған әділетті Омардыр. Шариғатқа күш қорған, тариғатты ұстанған, ақиқатты тұстанған әділетті Омардыр. Әділеттің жолында